другом вас в дом посидеть, и если захотите, то останетесь. Опасно емес па? Әлі көреміз ба? Евро? Евро. 500 теңге. Bismillah. Merhaba arkadaşlar, sizlerle birge men Айдос. Көріп тұрғандарыңыздай, біз пәтердеміз, Аллаға шүкір таптық. Осы роликте сіздерге квартираны қалай тез табуға болады, оған қандай сайттар бар, бағасы қанша, неге мән берген дұрыс, сол туралы айтатын боламын. Ендеше кеттік. Пәтерді тез табу үшін әрине оны жан-жақты іздеу керек. Біз солай жасадық. Бізге көмектескен адамдардың бәріне үлкен рахмет. Бірінші күні бізге екінші курс студенттері көмектесті. Байрам келді, квартира іздеп бастадық. Сейчас звоним. Семечки, кстати, 5 лир, 250 теңге. Вкусный. Балалар. Общителар бар, железы бар. Вайын қайғы жоқ. Алло, сіз доймерім. 3000 yazıyor. Алло. Походу риэлтор. Yabancı Kazakistanlı aile, karı koca 2 çocuk var. Нету? Не можем. Почему? Из-за семью не хотят или? Он сказал, у него еще телефон какой-то дебильный. Почему? Плохо слышно? Да. Мына квартираны тауып едік. Ішінің суреттері керемет. Бағасы 110 000 теңге дейді айына. Қараңыз, ішінде мебельдерін, детский жататын спальня бар, детский бар. Сөйтсек, бұл машина екен. Қараңыз, кухнясы да керемет еді. Я хочу вести залог за аренду дейді. Бірінші менің ақшасын жіберіңіз деген ғой. Бірінші бағанағы депозиттің ақшасын жіберіңіз деген, 2200 лир жібер деген. Сосын мен Измирге келемін, қазір қалада емеспін деген. Сөйтіп, онда атыңыз кім, фамилияңыз кім, паспортыңыз жіберіңізші десе, удостоверениесі жіберіңізші десе, анау жібермейді екен, тек атын ғана айта береді екен, даже фамилиясын да айтпайды. Сенбейсің ба деген сияқты айтыпты. Олай жібермеу керек, ақшаны заранее көрмесеңіз өзіңіз көзбен ол адамды. Себебі бұл жақта да машинкер бар. Біз қазір сөйлесіп отырып, оказывается, Байрам мына жерде, жақын жерде резиденцияда тұрады екен. Іште бір орын бар деп, соны білуге бар жатырмыз. Аның ішінде. А тут есть бассейн? Да. И бесплатно это? Да. Ого. И каждый день заходим, но в понедельник они очистку делают. Понедельник. Один раз в неделю? Да. Ага. Сюда могут приходить, допустим, гости твои зайти Да, или... конечно, это ваш дом будет. Это, да, как квартира, да, получается? Енді орын болса, жақсы. Merhaba. Bir tane geçen sefer söylemiştim, loft daire var. O ne? Ne kadar? Ama eşya yok bunlar. Siz eşyalı istiyorsunuz. Жаңелдегі резиденцияда орын жоқ екен. Бір люкс бар, бірақ без мебели говорит. 3800 лир біздің бағамен. 3800 мың. 190 мың да, получается, 190 мың, 180 мың елейді. Без мебели. Байрам өзінің оқуы басталыпты, қазір жұмыстарым бар деп кетті. Сол үшін ана резиденцияға өзім бар жатырмын. Сатыш офисі дейді. Сату офисі мына жақта дейін. Майвия сатыш офисі. Қайда? Ой, артына барады екен. Жоқ дейді. Еш нәрсе жоқ.
Жоқ деді да, бір нәрселер айтты, оны енді түсінбедім енді. Бірақ жоқ дегенін түсіндім, жоқ дегені жоқ па, сондай. Басқа вариант іздейміз. Квартира іздеуге қайтадан шығып кеттік. Үйге келдім да жарты сағат демалып, сөйтіп семьямызбен қайтадан шығып кеттік. Здесь, кажется, налево. Анау ойдым апартамент деген. Да, сол екен, дәл өз. Да, тогда прямо, вот, пешеход. Ертең, егер үлгермесек, бүгін үлгермесек, ертең азанда 12-де уақыт бітеді. Отель тағы 1-2 күнге созу керек болады. Отель екен, бұлар қымбат жүр. Қазір бірақ қалай сөйлесем, сен Венераның шала-шала английские, менің қазақша мен өзбекше араласқан түрікшем, соны бір бөлек түсіндіреміз, енді переводчик аман болсын. Нан ішінде орын болмаса енді қайдам енді, бірақ орын болары болады ғой, бірақ бағасы қанша екен? Merhaba. Bizde senelik en az. En az. Minimum. Minimum sürelik ödeme. Bir yıl. Bir yıl. Günlük, haftalık yok. Bir senelik. Бағанағы резиденция қымбат екен. Қазір екіншісіне келдік. Мынау Венера сөйлесіп жатыр. Ау, кән мяу. Кетіп қалды ғой мяу, енді мен естейін оны. Жүр ғой, кетіп баратыр ғой өзінің семьясынан. Бағанағы резиденция бір айға 8.000 лир. Біздің бағамен 400.000 теңге айына. Не жоқ? Нөмірлер жоқ? Қанша дейді негіз? Yok. Не 400.000 теңге, бірақ ішінде бассейн, андай-мұндай. Қазір үшіншісіне келдік енді. Бағасын шығарып отыр. Ішінде кухня. Кухняның несі қандай еді? Түркшесі. Кафе. Кофе ма? Кыдан. Кухня ма сондай? Муфат. Bir ay 1000 euro. 1000 euro. Bir ay. Евро? Euro. Евро. Euro. 10.000 lira. Türk iş lira. Türk iş. 10.000 Türk iş. 1000 euro. Breakfast included. Every day morning breakfast included. Tamam mı? Завтрак только. Teşekkürler. 500.000 tenge. Teşekkür ederiz. Yok, 250'de 30'a koyuç. 375.000 ekan. Odayı göstereyim. Odaya Ko'rasizmi mi? Sırtı onday değiliz. Bu üstüne sel olsun anan alған дұрыс. İçinde бассейн бәрі бар. Тренажерный зал. Бұнда да ондай ешнәрсе жоқ сияқты. Біз мына резиденция іздеп шығып қалсақ, кімді көріп қалдым десеңіздер, біздің студенттер. Сөйтсем, мына жақта бір ата-ана отельде тұрып жатыр екен, соған келген ғой. Bir komnatda turmaysizlar ма, случайно? Bir komnatda turatınlar birga жүреді бұяқта. Үшеуің бірге тұрасыңдар ма? Сен қай жердің қыз? Тараз, Атырау. Қанша дейді? 1 лира? Он просит, чтобы я туда пошел сначала, да? Или что? Потом вместе искать квартиру или что? Не искать, он все покажет. Покажет. Да, он не искать, он же уже говорит, все говорит. Ага.
Bak benim mağazam. Aha. Benim mağazam. Gelecek Bak lazım. çanta. Öyle mi? Bak çanta. Benim yanıma gel. Nereye? Mağazaya, oraya. Haritaya baksın ya. Benim yanıma gel. Ben sana hep göstereceğim. İstiyorsan nerede? Ben gösterdim sana. Aa, gösterdim. Sen mesela Kazakistan ev var ya mesela. Ben ev sahibi benim mesela. Mesela Türk ev var mı? Var. Kazak no problem. No sana ev. Kazak. Ama ben oldum mu? No problem. Не, типа, Сколько магазин, у меня говорит, я там ковры продаю, в магазин, завтра приди, я тебе покажу, говорит, квартиру. Не, он так сказал, я что-то вот это не понял. Ол өзінің базарына шақырып жатыр да, и типа место поищи, милей. В базаре будешь жить. Давай я спросить. Давай. Ой, я Я тоже не поняла. Anlamadım. Beğenirseniz orada kalabilirsiniz. Он говорит, он с другом вас в дом, типа, посидит, и если захотите, то останетесь. Короче, мына жақта қасымызда соседний сотокта тұрып беріп отыр. Соған квартирамен көмектес деп енді сөйлесіп жатқан кезде айтсақ, ертең мен базарда мен ковер сатамын дейді, соған кел дейді. Ары қарай досымның үйін көруге барамыз дейді. Опасно емес па? Әлі көреміз ба? Оның досының квартирасы қай жерде, үйі қай жерде, что-то вообще непонятно. Türkçe 100 Türkçe. Kazakça 100. 100 olur. Aynen. Türkçe 1 Bize Ye sizde J. Я живу в координации. Немного дороговато, но просто безопасное место для девушки и однушек. Просто 9 месяцев мы заплатили 600. 200 долларов. Қай жерде дейді? Апартамент рядом. Тоже ма? Қаншаға дейді? Девушка, написали доллары. 9 айға 2400 доллар. 2200 лир екен. Бір айға. Нормально, я. Онда сұрайлама немен сол жерден нөмірін жазып қалып, егер орын бар десе, біз барамыз, өзіміз барып сөйлесеміз. Біз қайтып келе жатырмыз. Квартира таппадық, бірақ уже квартираның ұшы шығып тұр. Пәтерді қандай сайттардан іздеген дұрыс? Осы жақта крышаға құсас sahibiden.com сайты бар, және де imlakjet.com сайты бар. Кіріп фильтрге сізге қай районнан керек, қай суммаға және қанша бөлме, соның бәрін жазасыздар, сол бойынша іздейсіздер. Астында объявление берушінің WhatsApp-на тікелей жазсаңыздар болады. Рахат, ешкімге звондамайсың, WhatsApp-қа жазасың. Google переводчик аман болсын, жаздың, олар ответ жазады, жазды, ответ жазады. Бәрі маклермен безопасно дейді, себебі алдамайды, анда мошенниктер болмайды, потому что олар документациямен, немен, как положено, олар сол немен, хозяинмен договорға тұрады, значит, бәрі нормально деген сөз. Сосын ол біз сымайт еткен кезде бізбен бағанағы документтерін өздері дайындап береді. Келесі күні біз Тассари академиясына оқудың ақшасын төлеуге бардық. Ол жерде Global Students компаниясы балаларға көмектесіп жүр екен. Олар бізге пәтер іздеуге көмектесті. Мына жақта қазір қарап жатырмыз. Егер қазір адресін көрсек, сол бірге барып. Вот нашла какой-то, но он вообще очень далеко отсюда, и скорее всего это не то. Я им написала, чтобы они отправили как местоположение. Біз Global Students компаниясымен бірге бір пәтер таптық, бірақ оны 2-3 күн күту керек екен жауабын. Ал біз уақыт жоғалтпайық деп, ары қарай іздестіруді жалғастырып кеттік. Алдын байрам көрсеткен резиденциядағы люкс нөмірді көруге бардық.
для детей очень опасно, мне кажется. Резиденциядағы нөмірді көріп болғаннан кейін қасындағы общежитияға бардық. Ол жерде интернет бар. Мен телефонымды ашып қарасам, маған Байрам бір квартираны жіберді, сөйлесіп қойыпты, кешкісін кездесеміз деп. Соған қазір бара жатырмыз. Ал, бісміллә. Все, берем. Уже, да? Уже сразу. Все уже работает, да? Abi, bakar mısın? Большой телевизор. Это гостиная, да? Кондиционер. Peki, banyo? Комната. Кухня. Ажак, балкон. Мына спальня. Шкафтың орнына мынандай істеген. Біз осы пәтерді ұнатып, бірден қалатын болып шештік. Қандай документтер керек болды деп сұрасаңыздар, тек қана паспорт. Паспортпен біз 1 жылға контрактіге тұрдық. Бар болған сол. Кеткен шығындар, біз мына пәтерге айына 3,5 мың лир төлеп жатырмыз. Ол теңгемен шаққан кезде 175 мың теңге. Негізі ол 3,5 мың лир деген қымбат болып саналады екен. Себебі басқа студенттер ана жылы оқыған, ана жылда, осы жылда 2,5 лирге, ол 125 мың теңге. Даже 2 мың лирге де тауып тұрып жатыр екен. Біз ондай квартира таппадық. Біреулер мебельсіз болды, біреулер семьяға бермейміз деді, сол үшін осыны таптық. Бірақ қатты разница жоқ, үстіне 50 мың теңге ғана қосасын. Зато бөлмелері көп, мебельмен өте жақсы условияда. Айына төленетін 3,5 мың лирдан бөлек біз депозит төледік, ол кейін қайтарылады. Оның бағасы 3,5 мың лир. Әр пәтердің хозяинның қоятын условиясы әртүрлі. Кейбір жерлерде депозит көптеу төлейсіздер, кейбір жерлерде аз төлейсіздер, кейбір жерлерде хозяин сізге газды, суды сіздің атыңызға временно оформить етеді, сіз сол бойынша айына төлеп тұрасыз. Бірақ оның бәрі бізде болған жоқ. Біз тек хозяинмен 1 жылға контрактіге тұрдық. Негізі көп студенттер 9 айға тұрады. Майда, июнда оқу біткеннен кейін қайтады. Bizge 1 yıl деп айтты. Ең кемі амал жоқ, оған да келістік. Ben normalde çalışıyorum. Onları ayarlayacağız günü saatini. Genelde hafta sonu, cumartesi öğleden sonra gibi adamlar geldi. Негізі асықпай іздеген кезде мүмкін бұдан да жақсырақ, арзанырақ вариант табар едік. Бірақ біз отбасымызбен, бала-шағамызбен ұзақ күте алмадық. 20-сы келдік, 22-сі осы пәтерді таптық. Ол өте тез, себебі басқа студенттердің әңгімесін тыңдасақ, олар 1 апта іздеген, 10 күн іздеген. Айтқандай, пәтер табудың тағы бір жолы, ол өзіңіздің ұнаған районда көшеде жүресіз, сөйтіп балкондарда ілініп тұрған «Кралык» деген жазудың астындағы номерге звондайсыз. Егер түркше білмесеңіз, WhatsApp-пен переводчик арқылы жазуға болады. Достар, алдағы роликтерде мен сіздерге продукттың бағалары қанша, сабақтар қалай өтеді, сол туралы толығымен жауап беретін боламын. Біздің роликті күтіңіздер. Кездескенше.